сәлеметсіздер ме? Мен техникалық шығармашылық орталығының авто 21-25 мың оқушысы Бейбіт Алина. Ағайым Қанат аға екеуміз осындайда жол табылмайтын техниканы ойлап таптық. Бұл техниканың жұмыс жасау мақсатына келетін болсақ, үлкен транспорттар кіре алмайтын жерлерге кіріп, шағын бау-бақшалардың бетін тегістеуге, және де басқа да кез келген жұмыстарды атқаруға арналған. Бұл техниканың екі шынжыр баллонына қарап, кез келген кедергілерден өтіп кететінін байқай аламыз. Бұл техникаға жұмсалған заттарды айтып кететін болсақ, Т-40 тракторының артыңғы екі покрышкасы, ВАЗ-2107-нің 6 баллоны, ВАЗ-2107-нің моторы мен коробкасы, артқа тежегіші, және де мосты мен алдыңғы балкаларын пайдалана отырып, осындайда кереметтей транспортта қолдан жасап шығардық. Яғни бұның жұмыс жасау принципіне келетін болсақ, қарапайым. Автокөліктің ручнигі арқылы біз мына ковшты көтеріп жүретін жасадық. Яғни мына трос арқылы бұл ковшыға түсіп, мысалы қарды тазалағанға, мусорларды ағаға itергенге, жаңағы бау-бақшадағы жерлерді тегістеуге арналған. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыз.